Мемлекеттік қызмет бұл әрқашанда тұрақты әлеуметтік жағдай, жақсы жалақы мен мансапқа қол жеткізу мүмкіндігі. Егер болашақ мамандығыңды таңдап жүрген талапкер болсаң, бұл видео саған арналады. Қазақстан әлемнің дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуға ұмтылуда. 100 нақты қадам атты ұлттың жоспары құрылған. Қазір ішкі істер органдары қызметкеріне үміткерлерді қабылдау және даярлау мен біліктілігіне ерекше назар аударылады. Себебі полиция қызметкерінің дұрыс шешімінен адамның тағдыры шешіледі. Ал жақсы үйлестірген және сауатты әрекетінен ел тұрғындарының өмірі, денсаулығы мен тыныштығы байланысты болады. Егер де сен осы көзқараспен келіссең және еліңнің болашағын алаңдасаң, онда сені Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы өз ісінің шеберлері, нағыз майталман ұстаздардан сапалы білім алуға шақырады. Қарағанды академиясы тергеушілер мен криминалистер даярлауда мемлекеттік тапсырысты орындап, басқа жоғарғы оқу орындарына қарағанда бірнеше артықшылығы бар. Біріншіден олар тегін оқыту, тегін жатақхана мен тамақ, сонымен қатар кепілдендірілген ай сайынғы шәкіртақы. Біз өз курсанттарымыздың денсаулығына қамқорлық жасап, тегін медициналық көмек көрсетеміз. Академия түлектеріне полиция лейтенанты атағы беріледі және ішкі істер органдарына офицерлік лауазымдарға жұмысқа орналастырады. Курсанттардың оқыған мерзімі жалпы еңбек өтіліне қосылады және әскери борышын өтеумен тең болады. Үйден алыс оқысаң, жақындарың мен туған туыстарыңды сағынасың. Демалыс уақытындағы барлық жолақы шығындарын академия өзі төлейді. Қарағанды академиясы аты аңызға айналған академия. Онда 60-тан астам генерал мен 30-дан астам ғылым докторлары тәмамдаған. Отан қорғаушылар қатарына қосыла отырып, қылмыстықпен күресу мен заманауи қауіпсіз мемлекет құруға өз үлесіңді қос. Уақытыңды бекерге кетірмей, құжаттарыңды дәл қазір тапсыр. Талапкерге қойылатын талаптармен және құжат тапсыру тәртібін kpa.gov.kz сайтынан білуге болады.